Оранған болатқа жүйткейді жапан далада, Атилла ғұндар патшасы, аюдай жүндес мықты, қара түнек үнсіз қабірдей сұсты, ұлы көсем, қаһарлы көктің қамшысы, артынан теңіз толқынындай, жеңімпаз қол еріп келе дауыстап, қайдарим, қайдарим құдіретті. Ғұндардың ата бабалары шамамен 6000 жыл бұрын Алтай, Сібірдің оңтүстігі және солтүстік Қытайдың ішкі Моңғолиясына тиесілі аумақтарда өмір сүрген. Ғұн этносы біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда ғұндардың көшпелі империясының құрылуымен бірге қалыптасты. Бұған қоса, кейбір ғалымдардың пікірінше, түркі тілі алғашқы ғұн империясы құрылмай тұрып, біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың басында толық қалыптасқан. Осылайша, түркі этносының тарихы шамамен 3000 жылға созылады. Қытай деректеріне сәйкес, біздің заманымызға дейінгі 27-ші ғасырда Қытайдың алғашқы императоры Хуанди көшпенді синонимдармен, кейін ғұндардың ата-бабалары деп танылған халықпен соғысқан. Оларды кейіннен Ген-он, күн, ғұн, ал біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдың соңында Хен-ну деп атаған. Қытай деректерінде біздің заманымызға дейінгі 1400-200 жылдар аралығында көшпенділермен болған соғыстар туралы айтылады. Сондай-ақ, бұл дереккөздерде біздің заманымызға дейінгі 1138, 1127, 714 және 689 жылдары көшпенділер мен Қытай мемлекеттері арасындағы дипломатиялық байланыстар мен қақтығыстар туралы мәліметтер кездеседі. Сонымен қатар, Конфуцийдің ізбасары Мен Цзыдың біздің заманымызға дейінгі 372-289 жылдардағы еңбектерінде осы оқиғаларға қатысты естеліктер бар. Осылайша, біздің заманымызға дейінгі 828 жылдан бастап даталанған Қытай тарихи құжаттарында ғұндар туралы тұрақты түрде айтылып келеді. Бұл түркілер мен олардың ата-бабалары, прото-түркілердің тарихы шамамен 4700 жылға, яғни 5000 жылдыққа жуық уақытты қамтиды деген тұжырым жасауға негіз береді. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда Қытайда бір тұтас хан империясы құрылады. Сол кезеңде ғұндар да 24 ғұн тайпасынан тұратын одақ құрады. Біздің заманымызға дейінгі 225 жылы қаған Думан ғұндардың алғашқы императоры атанады. Қытайлар оны Шанью деп атаған, ал ғұндар Тәңірі құтты жан ие, немесе Тәңір құт деп атаған. Бұл түркі тілінде көктен жіберілген деген мағынаны білдірген. Біздің заманымызға дейінгі 210 жылы Думанның ұлы Бахадүр, немесе Қытай деректерінде аталғандай, Мөде ғұндардың жаңа Тәңір құты болды. Ғұндар ондық жүйеге негізделген әскери әкімшілік құрылымды қалыптастырды. Бұл жүйе түркі халықтарында сақталып, бүгінгі күнге дейін жетті. Сондай-ақ, ғұн әскері сол және оң қанатқа бөлінді. Қытай деректеріне сәйкес, Тәңір құт немесе Шанью жоғарғы билеуші болып саналды және толық билікке ие болды. Мөде 37 жыл бойы біздің заманымызға дейінгі 173 жылға дейін билік жүргізді және өзіне кейінгі ұрпаққа күшті империя қалдырды. Ол Қытайдан бұрын алынған жерлерді қайтарып алып, Корейден шығыс Түркістанға дейінгі кең аумақты қамтитын үлкен мемлекет құрды. Халық арасында оны Бахадүр, яғни жеңімпаз деп атаған. 19 ғасырда Қытайда ұзақ уақыт өмір сүрген ағылшын тарихшысы Эдуард Паркердің пікірінше, Мөде Азияның ең ұлы жаулап алушыларының бірі болды және оны әділ түрде Татарияның Ганнибалы деп атауға болады. 1-ші ғасырдың ортасынан бастап ғұндарда саяси дағдарыс басталды. Қытай ғұндарды күшпен жеңу мүмкіндігіне ие болмағандықтан, басшыларды сатып алу арқылы олардың қатарында жік тудырды. Біздің заманымызға дейінгі 48 жылы 8 оңтүстік ғұн тайпасы бөлініп, жаңа қаған сайлап, Қытайға вассал болатын оңтүстік қағанат құрды. Бұл қағанат солтүстік ғұн қағанатымен бауырлас мемлекет ретінде қақтығысып, қанды соғыс бастады. Солтүстік ғұн қағанаты 400 жылға созылған Қытаймен күрестен кейін 165 жылы құлады.
Ғұн қағанатының құлауы ғұндар мен Қытай арасындағы 2865 жылға созылған қарсыластықтың аяқталуын білдіреді. Бұл қарсыласу Қытайдың алғашқы императоры Хуанди тұсынан басталып 3000 жылға жуық уақытты қамтыды. Оңтүстік ғұн қағанаты тәуелсіздігін жоғалтып, 2015 жылы Қытайға қосылды. Ғұндардың бір бөлігі Қазақстанның кең даласына көшіп кетсе, ал басқа бөлігі Волга өзеніне қоныс аударды. 200 жылдан кейін олар әлемді дүр сілкіндіреді. жылдары Волгадағы ғұндар Қара теңіз маңы даласы мен солтүстік Кавказға шабуыл жасай бастады. Онда аландар мекендейтін. Бұл ғұн алан соғысы басталып, 370 жылға қарай ғұндар жеңіске жетіп, аландар ғұндарға бағынады. Ғұндардың көсемі Баламбер болды. Сонымен қатар Босфор патшалығы талқандалды. 375 жылы ғұндар соғыс құмар герман тайпалары Остготовты жеңді. Баламберден кейін ғұндардың көсемі болған Ульдин 399-410 жылдар аралығында билік құрды. 384 жылы ғұндар отряды Кавказ арқылы Рим империясының азиялық провинцияларына, атап айтқанда Месопотамияға басып кіріп, Эдесса қаласына шабуыл жасады. Бірнеше жылдан кейін ғұндардың Армения, Месопотамия және Сирияға тағы да шабуылы болды. 386 жылдан бастап ғұндар Рим империясына жиі шабуылдар жасай бастады. Ал римдіктер ғұндарға алтынмен айыппұл төлеуге мәжбүр болды. Кейде римдіктер ғұндарды жалдамалы әскер ретінде қабылдады. 395 жылы Рим империясы Константинопольде орналасқан Шығыс Рим империясына және Римде орналасқан Батыс Рим империясына бөлінді. 412 жылға дейін ғұндардың орталығы Қара теңіз маңында болды. Сол жерде Византия елшілігі де орналасты. 400 жылы Дунайда ғұндардың көсемі Ульдин мен римдіктердің қызметіндегі готтардың қолбасшысы Гайнас арасында шайқас өтті. Онда ғұндар готтарды жеңіп, Гайнас қаза тапты. Осыдан кейін ғұндардың билігі Дунай өзеніне дейін жетті. 406 жылы Ульдин Батыс Рим империясының магистрі Телихонымен готтарға қарсы одақ құрды. 408 жылдың жазында Ульдин Дунайды кесіп өтіп, Фракияға басып кіруге дайындалып жатты. 3 ғасырдан бастап готтар Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі аумақты, оңтүстікте Тиса өзенінен Дон өзеніне дейінгі жерлерді жаулап алған. Остготтар ғұндардан жеңіліс тапқаннан кейін, Остгот патшасы Германарих өз-өзіне қол салады. Германарихтың қайтыс болғаннан кейін, готтар жаңа көсемі Витимирді сайлайды. Ол бірнеше ай бойы ғұндармен шайқасады, бірақ шешуші шайқаста жеңіліс тауып қаза табады. Остготтардың басым бөлігі Германарихтың ұлы Видерихтің басшылығымен ғұндарға бағынады. Қалған Остготтар батысқа қоныс аударып, Шығыс Рим империясының қорғауына көшеді. Бұл болашақта римдіктер үшін үлкен мәселелер туғызып, қарулы қақтығыстарға алып келеді. Вестгот патшасы Атанарих ғұндарды Днестр өзенінде қарсы алып, қарсылық көрсетуге тырысады, бірақ жеңіліс табады. Осыдан кейін Атанарих өз әскерін батысқа, Батыс Рим империясына қарай бағыттайды. Ғұндардың қысымымен герман тайпаларының көші қоны басталды. Олар Италия, Галия, Испанияға және одан әрі солтүстік Африкаға қоныс аударды. 412 жылы Шығыс Рим империясы Константинопольде ғұндармен қарым-қатынас орнатуға шешім қабылдайды. Елшілікте грек тарихшысы Олимпиадор өз деректерінде сол оқиғаларды сипаттап қатысады. Елшілік ғұндардың көсемі түркі тілінде Танатпен деп аталатын Донатпен қабылданады. Олар мәңгі достыққа кепілдік береді. Бірақ елшіліктің шынайы мақсаты басқа болады. Гректер ғұндарды болашақта үлкен қауіп ретінде көріп, Донатқа қарсы қастандық жасап, оны қасақана өлтіреді. Донаттың мұрагері Харитон бұған күмәнданып ашуланады. Бірақ гректер оған император Феодосийдің бағалы сыйлықтарын ұсынып, бейбітшілік орнатады. 422 жылы ғұндар Панонияға басып кіріп, Рейн өзеніне дейін жетеді.
Кейбір авторлар ғұн империясының Балтық және солтүстік теңіздерінен бастап Қара теңізге дейінгі аумақты қамтығанын жазады. Қазіргі батыс Венгрияның аумағында орналасқан Паннония ғұндардың астанасына айналып, онда басқа мемлекеттердің елшіліктері орналасады. Қазіргі заманның куәгерлерінің естеліктеріне сәйкес, ғұндар Паннонияда 4 тілде сөйлеген. Ғұн тілінде, бұл түрік тілінде, гот тілінде, герман тілінде, грек тілінде және латын тілінде. Негізгі тілдер ғұн және гот тілдері болды. Айта кету керек, римдіктер ғұндар мен германдықтарды, сондай-ақ басқа этностарды варварлар деп атаған. 420-434 жылдар аралығында ғұндардың билігін Руа, Октар және Атиланың әкесі Монздук басқарады. Руа жетекшілігімен ғұндар билік құрады. Октар 430 жылы қайтыс болады, ал Руа 433 жылы найзағайдан қаза табады. 434 жылы Атила, Монздуктың ұлы, 395 жылы 8 маусымда дүниеге келген ғұндардың қағаны болып тағайындалды. Ол өзінің бауыры Бледамен бірге билік жүргізеді. Түркі дәстүрлеріне сәйкес, Атила өз аталарының есімдерін 30 ұрпаққа дейін білген. Жастық шағында 406 жылы Атила ғұндар мен Рим империясы арасындағы кепілдер алмасу жүйесі бойынша Римге жіберіледі. Ол уақытта оның жасы 11-де еді. Ол жерде бірнеше жыл тұрады. Атила есімі қазақтар арасында кең таралған. Түркі тілінен аударғанда әділ деген мағынаны білдіреді. Атила император сарайында өмір сүрді. Ол зерек еді, әрі жастайынан Рим қоғамының басқару жүйесін, әскери өнерді және олардың тілін зерттейді. Қазіргі заманның куәгерлерінің айтуынша, Атила грек және латын тілдерін меңгерген. 430 жылы ғұндар Рейн өзенінде тұратын бургундтармен шайқасқа шығады. Римдіктер ғұндармен одақ құруды шешіп, оларға 2 қолбасшы ғұн Плинтас пен Фраки Дионисийді жібереді. Келісім Маргус қаласында ғұндарға бағынатын аумақта жасалады. Онда тұтқындарды айырбастау және босқындарды қайтару мәселелері шешіледі. Сонымен қатар, римдіктер ғұндарға жыл сайын 700 фунт алтын төлеуге міндеттеледі. Бұған дейін олар 350 фунт төлеген еді. Осыдан кейін Атила өз бауыры Бледамен бірге қалған ғұн тайпаларын біріктіре бастайды. Бұл әрекетінде ол күш пен дипломатияны пайдаланады. 436 жылы Атила Рейн өзенінде германдық бургундтар корольдігін жеңіп алады. Бургундтар королі Гундахар мен оның ұлдарының қазасынан кейін ғұндар Рейннен батыста Волгаға дейін созылған үлкен мемлекет құрады. Атила өз бауыры Бледамен бірге 445 жылға дейін билік етеді. 445 жылы Бледаның аң аулау кезінде қайғылы қазасынан кейін Атила билікті жалғыз өзі басқара бастайды. 447 жылы Атила Балқанда готтар мен гипиттермен бірге Шығыс Рим империясына басып кіреді. Ғұндар мен гректер арасындағы шайқас Херсонесседе өтеді. Император Феодосий Персия мен Италиядан 2 қолбасшы Аспар мен Ариобинтті шұғыл түрде шақыртады. Олар шайқасқа қатысқанымен бұл көмектеспейді. Гректер жеңіліс табады. Ғұндар 100-ден астам қаланы басып алып, халықты босқынға шығарып, Константинопольге қауіп төндіреді. 447 жылы император Феодосий ғұндармен ауыр жағдайларда қорлықты бейбіт келісімге қол қоюға мәжбүр болады. Бұл келісім бойынша Рим империясы ғұндарға 2 тонна алтын, жалпы жыл сайын 600 килограмм алтын төлейтін болған. Сонымен қатар Балқан түбегіндегі бір қатар провинциялардан айырылады. Онда ғұндардың әскери гарнизондары орналасады. Құнды ақпаратты ғұндар туралы византийлік елшілердің бірі Приск паникалық қалдырды. Ол Атиламен және оның әйелі Крекемен ұлдарымен Атиланың сарайында кездескен. Приск ғұндардың тұрмысы мен әдет ғұрыптары туралы жан-жақты естеліктер қалдырды.
Ғұндар көшпелі халықтар болған және үлкен көлемде ет пен жылқы сүті, қымыз ішкен. Сондай-ақ олар бірте-бірте римдік әдет-ғұрыптарға өтіп жатты. Сондай-ақ ол Атиланың билігінде болған халықтардың әдет-ғұрыптарын да сипаттаған. 451 жылдың басында Атила Батыс Рим империясына қарсы соғыс бастайды. Ол Рейн өзенін өтіп, ғұндардың әскері Трирге бағыт алып, кейін екі бағанмен Галлияның солтүстік батысына қарай жылжиды. Ресми себеп ретінде соғыс бастауға Рим императоры Валентиниан III Атилаға өзінің әпкесі Ганорияны әйелдікке беруден бас тартуы болды. Ганория өз тарапынан Атиламен құпия келіссөздер жүргізіп, оған евнух Гиацинфусты жіберіп, хат жазып, оған өзінің мөрі бар сақинасын қосып, династиялық неке ұсынысын жасайды. Ганория Атиламен неке құрса, ол империяны басқару құқығына ие болатын үміттенген еді. Атила өз кезегінде Ганориямен некеге отырып, Батыс Рим империясын өзіне қосып алуды көздеген еді. Алайда император Валентиниан III Ганорияның опасыздығына күдік туғызып, Гиацинфусты қолға түсіріп, оны азаптап сұрау кезінде бәрін мойындағанын естиді. Соның нәтижесінде Гиацинфус өлім жазасына кесіледі. Ганорияның анасы Галла Плацидия Валентинианға Ганорияны өз қадағалауында ұстап, оған күтім жасау үшін оны өзіне жіберуді ұсынады. Және Валентиниан бұл ұсынысқа келіседі. Римде қауіпті сезініп, белсенді әрекет етуге кіріседі. Император Валентиниан Вестготтар королі Теодорихке Галлияға хат жібереді. Онда ол: сіздер тарапынан біздің күшімізді тиранға қарсы біріктіру орынды болады. Ол әлемді жаулап алуды армандайды. Ол бүкіл әлемді құлдыққа түсіруге ұмтылады деп жазды. Теодорих оған жауап беріп: сіздің тілегіңіз орындалды. Римдіктер, сіздер Атиланы біздің жауымыз еттіңіздер деп жауап береді. Рим империясы Вестготтар патшалығымен және басқа германдық кельт тайпаларымен бірге Галлиядағы қарсы шабуылға бірігеді. Атиланың әскері 451 жылы қазіргі Франция Галлияға басып кіріп, бірнеше қалаларды басып алады. Римнің Галлия провинциясының билеушісі Флавий Аиций Рим армиясының бас қолбасшысы болып тағайындалады. Флавий Аиций жас кезінде ғұндарға қашып барып, әскери көмек сұраған. 433 жылы ол ғұн әскерімен Италияға Римге оралады. Ғұндардың көмегімен Аиций өз әлеуметтік жағдайын қалпына келтіріп, Римнің әскери қолбасшысы болады. Аиций бірнеше жыл ғұндармен бірге болып, Атиланы танып, олардың тілін, әдет-ғұрыптарын, соғыс жүргізу әдістерін үйренеді. Бұл кейін Галлиядағы соғыс кезінде римдіктерді құтқарады. 451 жылы 9 сәуірде ғұндар Мец қаласын алады. Галлия қалалары отқа оранады. Қазіргі Париж Лютеция қаласында дүрбелең басталады. Атила Парижге жеткенге дейін тұрғындар қаладан кетуге дайындалады. Кейін ғұндар Луара өзеніндегі жақсы бекітілген Орлеон қаласына жақындайды. Атила қалаға таранды машиналармен шабуыл жасайды. Қаланың қабырғалары машиналардың соққыларынан дірілдей бастайды. Бірақ бақытқа орай, қала тұрғындары алыстағы шаң бағанын көріп, ол римдіктердің қолбасшысы Аиций мен Вестготтар королі Теодорихтың жасағы екенін біледі. Атила қаладан шегінуге шешім қабылдайды. 451 жылғы 20 маусымда сағат 9 шамасында Каталундық жазықтарда адамзат тарихындағы ең ірі шайқастардың бірі атақты халықтардың шайқасы болады. Оған екі тараптан 300 мыңнан астам адам қатысады. Атила сарбаздарына шабыттандыратын сөз сөйлеп, бәрін шайқасқа шақырады. Сөйтіп, өзі шайқасты басқарады. Шайқас ауыспалы нәтижемен өтеді. Екі тарапта үстемдік ететін биік жер үшін ұрыс жүргізеді. Күштер арасында шамамен теңдестік болса да, екі жақтан да құрбан болғандар көп болады. Шамамен 35 мың адам қаза табады. Жараланғандарды есептемегенде қан өзенде ағады. Ғұндар жағында остготтар, гепиттер мен аландар,
римдіктер жағында батыс германдық вестготтар, франктар мен галдық тайпалар шайқасты. Тулуза визготтар патшалығының патшасы Теодорих шайқаста қаза табады. Оның ұлы Торисмунд ұрыс кезінде жараланады. Түнгі уақыт жақындағанда екі тарапта өз лагерлеріне қайтып оралады. Атила әскермен бекініс лагеріне шегініп, жағдайдың ушығуына байланысты римдік әскердің басымдығы арта түседі. Бірақ Аици ғұндар мен вестготтардың күшінің өсуінен қауіптеніп, вестготтар мен франктарды үйлеріне қайтаруға бұйрық береді. Атила шегініп, шайқас тең аяқталады. Атила әскерін Рейн өзеніне қарай бұрып, одан Панонияға қайтып оралады. Біраз уақыттан кейін император Валентиниан III бұйрығымен Аици Римдегі ішкі саясат күресі нәтижесінде өлтіріледі. Атила өз отанына оралған соң Италияға жаңа жорықты бастауға шешім қабылдайды. 452 жылы маусымда Атила шығыс Альпілерінен өтіп, солтүстік Италияға шабуыл жасайды. Оның жолында бекінісі берік Аквилия қаласы тұрды. Ол Адриатикалық теңіздің солтүстік жағалауында орналасқан еді. Атила қаланы қоршауға алғанымен, ұзақ уақыт бойы оны ала алмады. Әскерлер наразылық танытып, қала қатты қарсылық көрсетеді. Алайда Атила өте байқағыш адам болғандықтан, қалада тұратыны аққулардың ұшып кетіп жатқанын байқайды. Бұл қаланың қирайтынын білдіретін белгі еді. Осыған негізделе отырып, ол жауынгерлерін шабуылға ынталандырып, қоршау машиналарын орналастырып, ғұндар қаланы шабуылдап, оған кіреді. Аквилия алынды, Римге жол ашылды. Конкорд, Альтин, Патавий және басқа қалалар басып алынды. Қарсылық көрсеткен қалалар жойылды, ал кейбір қалалар ерікті түрде тапсырылды. Миланда Атила император сарайында өз резиденциясын орнатты. Рим әскері азғындалады. Бүкіл солтүстік Италия Атилаға бағынады. Ғұндар Римге жақындаған кезде Рим императоры Валентиниан III бейбітшілік сұрауымен Атиланың алдына елшілік жібереді. Елшіліктің басшысы болып Рим папасы 1 Лев барады. Оған консул Авин мен Рим префектісі Тригеций кіреді. Атила елшілікті құрметпен қабылдайды. Әсіресе шіркеудің жоғары басшысының қатысуы оны қуантады. Кездесу Минци өзенінің бойындағы Амбулей алаңында өтеді. Папа бүкіл христиандық әлемнің атынан Римді әлемдік мәдениеттің қаласын кез келген шартпен үлкен салық төлеу арқылы аман сақтауды сұрайды. 452 жылғы 6 шілдеде Атила жеткен келісім туралы жариялап, ғұн әскерін Италиядан шығару туралы шешім қабылдайды. Атила Римді аман сақтап қалады. Осылайша ол христиандыққа және Рим папасына құрмет көрсетеді. Бұл шешімнің себебі мүмкін ғұндар әскерінде басталған оба ауруымен солтүстік Италиядағы әскери науқан барысында жиналған мол олжа болды. Осылайша дипломатия Римді құтқарады, ал Рим қуанышқа кенеледі. Папа 1 Лев шіркеу тарапынан канонизациядан өтіп, қасиеттілер қатарына қосылады. 1646 жылы Римдегі әулие Петр шіркеуінде мүсінші Алессандро Альгарди 3 метрден астам биіктікте барельеф жасайды. Онда 452 жылы Папа 1 Лев пен Атила арасындағы тарихи кездесу бейнеленген. 453 жылдың басында Атила жаңа жорыққа дайындалып, римдіктерге қарсы қайтадан шабуыл жасауды көздейді. Ол болашақта екі Рим империясында жаулап алуды армандайды. Атила тағы да үйленуге шешім қабылдайды да, 453 жылдың 10 наурызында Атила Бургундияның сұлу қызы Эльдикомен алғашқы неке түнін өткізіп, кенеттен қайтыс болады. Таңертең күзетшілер Атиланы қанға батқан күйде, ал оның жанынан жылап тұрған қызды табады. Бұл гипертониялық дағдарыстың әсерінен болған мұрыннан қан кету салдарынан болуы мүмкін. Ғұндар Атиланы үлкен құрметпен жерлейді. Атиланың денесі алтын табытқа салынады. Ол кейін күміс табытқа, содан соң темір табытқа орналастырылады. Ғұндар Йордан тарихшысына алтын мен күміс табыттың екі Рим империясынан алым алғанын, ал темір табыттың оның көптеген халықтар мен тайпаларды бағындырғанын көрсететінін түсіндіреді.
Барлық жерлеуге қатысқан құлдар өлтіріледі. Қабірге қару-жарақ, алтын әшекейлер мен асыл тас бұйымдар қойылады. Кейіннен түркілік дәстүрлер бойынша ешкім жерлеу орнын білмесін деп жылқы табыны айдалып жіберіледі. Дәл сол сияқты 800 жылдан кейін Шыңғыс хан да жерленген. 2002 жылы қазақстандық тарихшы, Қазақ ұлттық университетінің профессоры Қалқаман Жұмағұлов латын тілінен қазақ және орыс тілдеріне Атилаға арналған жерлеу жыры жоқтауын аударады. Ол түркілік дәстүрлермен ұқсастыққа ие. Муздуктан туған ұлы ғұндар патшасы Атила ең күшті тайпалардың қожайыны. Бұрын соңды естілмеген қуатпен жалғыз өзі скиф және герман корольдіктеріне ие болып, қалаларды жаулап алып, Рим әлемінің екі империясын қорқытып, қалғанын тонауға бермеу үшін дұға етудің әсерінен жыл сайынғы салықты қабылдаған. Және осының бәрін сәтті аяқтап, жау жарасынан, өз адамдарының қастандығынан емес, қуаныш пен бақытта, ауру сезімінсіз, ғұндар тайпасы аман есен болған кезде қайтыс болған. Мұны кім соңғы өлім деп есептейді? Қашанда ешкім оны кек қайтаруға жатқызбайды. Атиланың империясы ыдырау кезеңіне жетті. Атиланың ұлдары Эллак, Денгизик және Эрнак оны сақтай алмады. Бағындырылған халықтар арасында Оскоттар мен гепиттердің герман тайпалары көтеріліс жасап, ғұндарға қарсы шықты. 454 жылы ғұндар Оскоттардан жеңілді. Ғұн империясы ыдырай бастады. 461 жылы Атиланың ұлы Денгизик ғұн империясын қалпына келтіру үшін готтармен соғысуға әрекет етті. Бірақ готтар оның шабуылын қайтарды. 468 жылы Денгизик тағы бір әрекет жасап, Дунайдан өтіп, бірақ византиялықтар шабуылын тоқтатты. Денгизиктің өзі қаза тапты. Атиланың өмірінің соңына қарай солтүстік Балтық теңізінен оңтүстіктегі Қара теңізге дейін, батыста Рейн өзенінен шығыста Волга өзеніне дейінгі аумақта үлкен империя құрды. Ғұндардың бір бөлігі солтүстік Италияға кетті. Бір бөлігі шығысқа, Қара теңіз жағалауларындағы далаларға, отургурлар мен котургурлар деп аталатын халықтар ретінде көшті. Қалғандары Еуропа халықтарында еріп кетті және болашақ венгер халықтарының құрамына енді. Ақырында 465 жылы ғұн империясы шамамен 100 жыл өмір сүріп толығымен ыдырады. Нибелунгтар туралы сага деп аталатын ежелгі германдық балладада Атилла Эцель деген атпен суреттелген. Ал ежелгі герман тілінен аударғанда бұл былай делінеді. Эцель өзін қалай мақтады. Оның сарайына барлық өңірлерден көп батырлар ағылды. Ол христиандық немесе пұтқа табынушылық дінінде болғанына қарамастан, әр қайсысына жылы жүзбен, сыпайы және шексіз мейірімді болды. Шын мәнінде Атиланың қызметінде түрлі халықтардың өкілдері болды. Германдықтар, гректер, римдіктер, фракийліктер. Атила есімі герман және скандинав халықтарының тарихына енді. Ол ерекше дипломатиялық қабілеттерге ие болды. Заман заңдары бойынша қатал болғанымен, сонымен қатар оның аристократиялық қасиеттері, ішкі тартымдылығы мен харизмасы болды. Ол түркі және герман тайпаларын біріктіре алды. Римдіктер оны құдайдың таяғы деп атаған. Атилла герман тайпа жетекшілері арасында үлкен беделге ие болды. Еуропалық халықтар арасында оның атымен көптеген аңыздар мен әпсаналар жасалған. Гот тарихшысы Иордан былай деп жазған. Ол халықтарды дүр сілкіндіруге арналған адам еді. Барлығына қорқыныш туғызып, ақылмен күшті болды. Көмек сұрағандарға ашық еді және жеңілгендерге мейірімді болды. Екінші хронист грек Приск Паниский қатысқан византиялық елшілікте 448-449 жылдары ғұндарға жазған жазбасында Батыс және Шығыс Рим империялары ғұндармен одақтасуға ұмтылып, бір-бірімен бірінші болуға бәсекелескенін жазады. 2012 жылдың 4 маусымында Францияның Шампань аймағындағы Шеп қаласында қаланың мэрі Марсель Боне Астана мен Алматыдан келген қазақстандық делегацияның қатысуымен барлық түркі халықтарының ата-бабасы аңызға айналған қолбасшы Атиланың ескерткіш постаментін ашты. Қазақстандық тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры
Қалқаман Тұрсынұлы Жұмағұлов латын тілін меңгерген. Еуразия ғұндарының тарихын зерттеу бойынша римдік, грек, германдық ежелгі авторлардың, сонымен қатар кейінгі орта ғасыр авторларының жазбаларына негізделген үлкен жұмыс жүргізді. Оның пікірінше, ғұндар әлемдік тарихта терең із қалдырған. Қаған Атила тек түркі әлемінің ғана емес, бүкіл әлемдік тарихтың көрнекті тұлғасы. Қазақстанның астанасы Астана қаласында түркі халықтарының ұлы ата-бабасына ескерткіш орнату керек. Ғұндар халықтардың ұлы көші-қоны процесін бастады. Ғұндардың қысымымен герман тайпалары, остготтар, вестготтар, вандалдар және басқа да тайпалар батыс қарай қоныс аударды. 410 жылы римдіктер Британия аралдарын тастап кетті. Герман тайпалары англдар, сакстар, юттар ғұндардың қысымымен 5 ғасырдың басында Британия аралдарына қоныс аударды. Бұл болашақ британ ұлтының негізін қалады. Ғұндардың остготтарды жеңіп, оларды батысқа ығыстыру арқасында славяндардың бос қалған жерлерге көшуі басталды. Бұл жағдай Шығыс Еуропа мен Балқанға славяндардың қоныс аударуына себеп болды. Бұған дейін славяндар шығыстан және оңтүстіктен готтармен қысылған болатын. Тек 7 ғасырда алғашқы славян мемлекеттері құрылды.